4 жыл болды міне. Мына адамның бітіп көрінеді. Өте қорқынышты. Соғыстан алып кеткен үй сияқты да. Кешеден көрінеді, Собрадағы 2003-те алған, содан бері ремонт болған жоқ. Кезінде тұрғындар келісім бермеді. Я думаю, это зима еще, и следующий год уже здесь в подвале будет катастрофа. Алдан шыққан үй анау 5-ші этажға дейін барады. Төбедегі любой болса да ашық тұр. Крышаның бәрі кептер басып кеткен. Жаздың күні олардың өлісі бар, тірісі бар әйтеуір. Құрт құмырсқа қаптап кетеді. Олардың иісі деген енді сұмдық енді. Өте қорқынышты. Соғыстан алып кеткен үй сияқты да. Осыларды алғанымызға 20 жыл болды. 2003-те алған, содан бері ремонт болған жоқ. Жан-жағында үйдің бәрі ремонтталған. Кіріп көріңдерші подъезге. Қабырғасынан бәрі ағалы-жаған, білмеймін қалай ремонттаған, таңғарасы түсіп кетіп қол тиіп кетсе, бір бәле сытыр етіп түседі ғой жерге бәрі. Кезінде тұрғындар келісім бермеді. Ол жерде әртүрлі жағдайлар бар. Оны мен тура қазір айтып бере алмаймын, бірақ биылғы жылға бөлінетін ақша бөлінбей мемлекет неден республиканский бюджеттен. Ол кісілер жылда уәде береді. Міне барамыз. Менің бір ғана түсінбейтінім, бүкіл аудандағы үйлер ремонт көреді, бәрі жөндеу жұмысынан өткізіледі. Айналдырған бір 2-3 үй қалып кетеді. Мен соны түсінбеймін. Это был декабрь месяц, обещали сделать этим летом ремонт. Мы как бы ждали, писали в Инстаграм, везде обещали то, что выделят средства. В итоге ничего нет. Но если посмотреть конкретно, особенно ситуацию с подвалом, то там канализационных труб просто нету, там дыры в земле. Про отопление вообще стоит не говорить, потому что это одно название, а не отопление. Еле теплые батареи, по сути, люди платят сейчас ни за что. Я думаю, это зима еще, и следующий год уже здесь в подвале будет катастрофа. Мына 2025 жылға мына модернизация бойынша 8-ші мөлдегі ауданындағы 46-45 үйлер өтеді. 40 өзіңіз жаңа 44-ші үй, оның жобалық сметалық құжаттамалары да дайыр болып тұр. Мен сізге айтайын, ол 25-ші жылға неғылып отыр. Жобалау планда бар.